Сәлем қыздар, бүгін сіздермен хамир хасиб деп аталатын өте тойымды тағамды жасайтын боламыз. Алдымен қамырын илейміз. Қамыры кәдімгі мантыға қамыр илеген секілді орташа тығыздықтағы қамыр болса жеткілікті. Дайын болған қамырды теңдей 3 бөлікке бөлеміз. Не болмаса үлкендеу 2 бөлікке бөліп жасасаңыздар да болады. Дайын болған қамырдың бетін жауып 15 минутқа тындырып қоямыз. Салмасына тартылған ет, пияз, күріш, қара бұрыш және де тұз салып жақсылап араластырамыз. Келесі кезекте жаңағы тындырып қойған қамырымызды жұқалап жайып, осы видеода көрсетілгендей төртбұрыштап кесіп дайындап аламыз. Және де жаңағы салмамызды салып, видеодағыдай қамырымызды орап шығамыз. Жасалу жолы көріп тұрғандарыңыздай өте оңай. Бұл тағамның ерекшелігі салмасына күріш қосып жасалынады. Барлығын жасап болғаннан соң манты қазанның листін майлап, және де қамырдың бетіне де міндетті түрде сұйық май жағамыз. Газде шамамен 40-45 минут